Қазақтың жері шынымен Ресейге беріле ме? Көктоғай ауылында болған оқиғаға не себеп болды? Бір ғана ауылдың емес, бүкіл елдің көкейінде жүрген мәселе қалай шешілмек? Армысыздар ағайын. Сіздермен бірге мен, Мерген Тоқсанбай, бұл барометр айды. Онсыз да жер дауы өршіп, күйіп тұрған шақта жер орысқа берілді, Ресей шекараны өзгертті, қазақ жерінен айырылып қалды деген ақпараттан бір апта болды көз ашпай келеміз. Елдің шетінде, желдің өтінде отырған Көктоғай ауылының мәселесі жұрттың назарын аударып, наразылығын тудырды. Бәленің басы мына видео. Осы шулы ақпаратты әлеуметтік желіге таратып, Көктоғай ауылының жанынан тікен сымнан қоршау қойылған және де қазақтың шекарасы 10 шақты метрге кері жылжығанын айтып, байбалам салды. Қазақстанның ауылы болып келген, жері болып келген мекенге Ресей Федерациясы шекаралық бағандарын қойып, бірсыпыра жерімізді бөліп алып жатыр. Шыны керек, қолына отты қару ұстап, қарапайым халықпен жаға жыртысқан шекарашыларды көріп, қалың әскери техниканы көріп, өзімізде жағамыз ұстадық. 30 жыл бойы міз бақпаған шекарамыз кенеттен кері жылжып, ұлтарақтай болса да ата-бабамыздың қанымен келген жер айдың күннің аманында орысқа бұйырса, қалай қапаланбайсың? Не де болса ашуға берілмей, мәселенің анық-қанығын анықтап, ақ-қарасын ажыратып алуды жөн көрдік. Сөйтсек, мәселе былай екен. Ауыл маңынан ағатын Қиғаш өзенінің бойына тікен қоршау салынғаны рас. Бірақ ол қоршауды салмас бұрын шекарашылар ауыл тұрғындарымен кездесіп, түсіндірме жұмыстарын жүргізген. Ал әлеуметтік желіде көптеп таралып жатқан даулы бейне жазба осыдан бірнеше күн бұрын түсірілген Қалқан 2021 жедел тактикалық оқу-жаттығу кезінде түсірілген бейне жазба. Яғни бұл фейк. Бұл бейне жазбада шекарашылар Көктоғай ауылының халқымен қырқысып, жұлқысып, жаға жыртысып жатқан жоқ. Бар болғаны шекараны жаппай заңсыз кесіп өту әрекеті бойынша оқу-жаттығу жұмыстарын жүргізді. Болды. Осыдан кейін көкейде сұрақ туындайды. Жалған ақпаратты таратып, елді дүрліктіру кімге және не үшін қажет болды? Айтпақшы, даудың басы болып, халықтың наразылығын тудырып, кейіннен алынып тасталған қоршау, бұл не қылған қоршау? Соған оралайық. жылы қабылданған Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы туралы заңға үңілейік. Аталмыш заң низамы бұндай шекаралық қоршауларға инженерлік құрылыстар мен бөгеуіштер шебі деп атау беріп отыр. Заңның 2 бабында инженерлік құрылыстар мен бөгеуіштер шебі Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің әрекетін қамтамасыз етуге арналған Қазақстан Республикасының шекаралық кеңістігі шегінде тұрақты пайдалануға бөлінген жер белдеуі деп анықтама берілген. Яғни, шекара қызметінің оқулықтарында бұндай құрылыстардың шекарадан заңсыз өтуді қиындату, мемлекеттік шекара бұзушыларды жедел анықтау, шекара нарядтарының қызметіне, қолданылатын тактикалық әрекеттеріне қолайлы жағдай туғызу үшін мемлекеттік шекара сызығынан белгілі бір қашықтықта орналастырылатынын айтады. Қарапайым тілмен айтсақ, бұл шекарашылардың қызметін жеңілдетіп, шекарадан заңсыз кесіп өткен адамдарды оңай, тез тұзақтау үшін жасалған қоршау. Бар болған осы ғана. Демек, Көктоғай ауылының қасында орналасқан темір тікенді қоршаудың арғы беті Ресей, бергі беті Қазақстан, біз қазақтың біраз жерін Ресейге оңайлықпен беріп қойдық деген сөз емес. Вот село
в 10 шагах. А вот это территория России уже. Шекараның мына жағы қазақтың жері, мына жағы орыстың жері. Десе де шекара қызметінің басшылығы халықтың сөзіне құлақ асып, темір тікенді қоршауды алып тастады. Ал ойбай, Ресей жерді тартып алды деп шулаған блогерлер ендігі кезекте Ресей жерді қайтарып берді деп халықтың алдында ұпай жинап алды. Құрметті ағайын, еліміздің шекарасы қалай берік болса, ақпараттық шекарамызда солай берік болсыншы.